Гүлекең бүгін шаршап қалған сияқты уже. Сүлік жағдай болмай қалды. Жағдай болмай қалды. Базарды аралап жеу. Неше базарға бардық? 3 ма? 3 базарға ма, 4 базарға ма бардық? Осы айналада бәрі. Ол не деген базар еді? Оризор. Оризор деген базарға келдік. Деген затымыз бар дегенге. Бәрін аралап таппадық. Сосын мынандай чайханаға келе. Отырмыз енді. Біттік шаруа бітті. Уақыт өткізейік деп. Кешке тағы бір Ыссы күн еще. Күн ыссы, бірақ суынан да естіміз ғой. Әлі ыссы. Мына аты не дедіңіз? Қарындас. Не деді бұның аты? Бұның аты не дедіңіз? Есімет ол. Бұның аты не дедіңіз? Норын. Норын. Бұл сорпасы ма? Норынды сорпаға салам, я? Бульоны. Бульоны. Бульоны мұнан бульонға салып жейміз, я? Бірақ мынау мұздай. Бұл салқын, суықтамақ болады. Көрек кеше жемей кеттік қой, жей алмай емес, ана жерде. Жейтін жағдай ол. Адам бәрі осыны жеп жатыр сол жерде. Бірақ мына бетіндегі жылқының еті, мынау кеспе. Түсінгенім бойынша. Сөйтеді, я. Кеспе ғой ол, я? Мынан, он. Салып қарайын. Сок па, компот болмады. Шай дедік қой өзір? Шай деген андай просто кәдімгі простой ішіп қалатын. Қара шай деді ме? Сосын алған жоқпын. Андай фруктовый шай сұрап едік. Болмады. Өзімді де көрсетіп қойайын ба? Так, кешке қайда барамыз кешке? Кешке бір жерге барамыз, площадь жаққа. Кешке тағы бір жерлерді көреміз қазір. Енді негізінде сол баратын жерлер азайды да? Иә, спискіде жазып шыққандардың бәрі азайды. Енді негізі жаз болса екен, ыстық болса пляжға барып, пляждың жағасында демалып жату керек қой негізінде. Иә. Сосын неге барамыз деп план береді, санаторияларды. Оны үлгере алмайтын сияқтымыз. Ол алыста қалған шетжан. Ол алыста дейді, оған барып үлгере алмайтын сияқтымыз. Сіздерге санаторияны көрсетейік деп едік негізінде. Сосын не көрсеткіміз келді? Сосын андай доғдырлардың несін көрсетейік деп едік, ең білетін жерлер. Оның бәріне үлгере алмай қалдық. Келесі келіп жатсақ көрсетеріміз мүмкін. 3 күн жетпейді екен десеш? 3 күн жетпей қалды ма? Ол басқа не етесің? Кешке түсіреміз бұйырса. Телефон зарядкасы түсіп қалмаса. Мен зарядкаға тығып қойдық. Айтпай зарядкалау үшін келдік қой мына жерге деген. Зарядкалайтын жер іздеп мына жерді тауып алдық. Зарядкалайтын бар екен мына жерде. Басқа жерлерде жоқ болды зарядка. Так. Бұл ма біздер кешкі тамақтан болдық. Кешкі тамақ па енді білмеймін қандай тамақ екен әйтеуір. Базарда. Түскі тамақ. Түскі тамақ негізі ішіп шыққан сияқты еді. Білмеймін тағы да үшін сондай болып кетті. Мына бір салатымыз, сосын нарын, бульон тегін дейді. Сосын тағы да мужской каприз деген салат, сосын нарын, сосын фруктовый сок. В общем, барлығы 90.200 сум дейді. Оны мен бөліп қарағанда 3600 теңге екен. 3600 теңге? 3600 теңге шықты. Кішкентай чайханадағының өзі 3600 теңге. Иә, еще андай 20%. Біз 20%. Иә. 10 ба? 10% па? 10%, в общем, сондай шығып тұр. 3600 теңге шығып тұр. Біздермен бірдей бағалар. Нелердің, салаттың, соктардың. Мына сок нормально сияқты. 600 теңге екен. Иә. Өзбектен шығады ма? Білмеймін, қай жақтан шығатын. Өзбектен шығады ғой? Солай шығар. В общем, енді базар жау жақындап жатыр. Біздер енді шығуымыз керек бұйырса. Үйге қарай барамыз ба, или сразу былай мана площадьқа қарай барамыз ба? Қазір көреміз шыққаннан кейін. Бізбен бірге бола беріңіздер, кетпеңіздер. Сосын тағы да түсіретін боламыз. Солай, кеттік. Не, көшелерді? Көшелерін айтасың ба? Базар, көше болғанда да. Көше деген көше итак таза ғой. Базарына шейін тап таза ғой. Базарының сырты айналасы тап-таза да, қандай қоқыс жатыр ма? Тым қоқыс жоқ. Ешқандай қоқыс жатқан тап-таза. Негізі таза қала. Былай қарағанда біздердегі жұмыс істеп жүрген өзбектерге қарап кішкене басқаша ойлайсың ғой да? Иә. Елдері келгенде көрініп тұр да тап-таза екен. Анау не, флагтар? Ой, жоқ ол. Маңызды емес. Әртүрлі. Не? Не етен жатсың? Тек түсіріп отқаның? Айтшы бірдеңе. Біздер мына жерден базардан шығып кетірміз. Автобусқа мінеміз.
содан автобустан мені түсіп алып тағы екінші пересадка метроға мінеміз. Сосын неге барамыз? Бір площадь жаққа барамыз. Қандай аты? Ұмытып қалдым. Ұмытып қалдым. Бағасын көрсетеміз. Не, таптаза көшесі. Андай. Таптаза.